Лаура, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Лаура, сіз болашақта еңбегіңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешетін едіңіз? Отырып сөйлесіп, сөйтіп шешемін. Ал күйеуіңіз араласып жатса, күйеуімді араластырмайтын. Ондай нәрсеге мен ойымша, екі адам өзі ересек адамдар отырып сөйлесіп шешу керек, күйеуімді мүлдем араластырмайтын ол нәрсеге. Егер күйеуімнің қатысы бар нәрсе болса, онда ол кісіні де қасымызға алып алып үшеуміз сөйлесеміз. Ал ренжіп болды кетем деген бір мінез көрсетеді? Жоқ, негізі бірінші шешуге тырысып көру керек любой проблеманы, содан кейін может кетуге болады шығар, шешілмей жатса мүмкін. Шолпан ханым, қалайсыз? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Шолпан ханым, сіз енді мінезіңіз қалыптасқан, сондай бір жас қыз емессіз ғой. Болашақта еңбегіңізбен бір келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешесіз? Енді не болса да ененікі дұрыс деп санаймын, себебі енді ол адам менің күйеуімнің, болашақ жарымның ең жақын адамы, сондықтан да ол кісіні кемінде алдап, арбап, жақсылап, не үшін олай ашуланғанын біліп деген сияқты көңілін табуға тырысамын негізі. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Абылайхан, сізде болашақта әйеліңіз анаңызбен ұрсып жатса, қалай шешесіз? Ойбай, ондай енді ұрсат деп ойламаймын енді. Сол үшін жақсы әйел алу керек. Әйеліммен сөйлесем, алғашында қалай болу керек. Үйдің енді бізде үйдің аураның өзі негізде ұрсатындай емес бізде. Сол үшін үйдің аурасы дұрыс болу керек. Ата-ана деген сияқты. Келінде ұрсам деп бармайды ғой негізде енесімен. Сол үшін енелер де, қайнатасы да негізде сондай байсалды кісілер болса, ол үйде ұрыс болмайды негізде. Мен үйде ұрыс болады деп ойламаймын біздің үйде. Бәрі бірақ егер де болып қалып жатқан жағдайда әйелімді алып бір жерге қыдырып келе саламын. Болды, келеміз. Бәрі шешіледі деп ойлаймын. Тимур, бір ерекше болып тұрсыз ғой? Бүгін костюмшалармен отырмыз. Тимур, сіз болашақта әйеліңізбен анаңызда проблема болып жатса, қалай шешесіз? Қиын сұрақ болды ғой. Негізі ондайды кез келген адам басына тілемейміз. Ондай жағдайлар болмасын. Сол үшін де қыз келіншектерге айтарым, сабырлы болыңыздар, үлкендер тыңдаңыздар. Енді ондай жағдай менің басымда келесіп қалатын болса, енді анаға да емес, әйелге де емес, просто бөлек шығып кетіп қалатын, келіншегімнің қолынан ұстаймын, сыртқа кетем, сыртқа сөйлесіп, сол нәрсені шешемін. Сізге мысалы көшеде бір екі гүлмен адам келіп тұрса, біреу үлкен гүл, біреу кішкентай гүл, анаңызға немесе әйеліңізге қайсын сыйлайсыз деп сұрап жатса? Үлкен анама, кішкентайын, әрине қасында келіншегім. Қалай істесіз? Қалайсыздар? Жақсы? Жақсы ма? Музаңыз қалай? Қандай, қайсысы деп? Ой-ой. Жақсы, шүкір Алла. Диас, сіз мысалы әйеліңізбен анаңызда келіспеушіліктер болып жатса, қалай шешесіз? Мамам мен әйелің жанында ма? Бөлек-бөлек сөйлесем ғой. Мамаға айтам, сен дұрыс емессің, әйелге айтам, сен дұрыс емессің. Сосын татуластырасыз? Иә. Демек, араласасыз, Енді екеу шаш қылысып кетсе қайтасың. Ұятты. Ал мысалы сізге таңдау беріледі. Көшеде бір үлкен гүл мен кішкентай гүлді алып келеді алдыңызға. Қайсын анаңызға, қайсын әйеліңізге? Жанында ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Ешкім болмаса енді үлкен гүлді мамаға беремін де, әйеліме тағы үлкен гүл беремін, кішкентай гүлді қызыма беремін. Құтылып кетсем ғой.